Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Sabahımızda odanları жалғастырамыз. Alamatul ism vel fi'l vel harf. Alamat Belgiler. belgileri. Nenin isim, Feel. etistік және harftың. Жалпы бұны қалай ажыратамыз? Осыған тоқталып жатыр. Қандай оның дәлелдері бар. Аламат дәлел десек белгісі айырып тұратын жалпы. Исімді фиғылдан, фиғылды исімнен, бұл екеуін харфтан деген сияқты. Ең алғашқысы аламатул исім. Аламатул исім жалпы көп. Бұл жерде біразын келтірген. Өйткені бұл қысқартылған кітап қой. Ықшамдалған. Қала ибн Ажурум, ибн Ажурум былай дейді, рахимахулла. Әл исму юғрафу, белгілі болады. Немен? Бил хафди. Хафд деген мысалға куфилік мазхабтың қолданатын термин сөзі, истилах. Хафд, яғни хафд деген бізде белгісі бұның кәсірі. Кәсір алады. Фиғыл кәсір алмайды. Немесе соның орын басатын, кәсіраның орын басатын яр деген сияқты басқа да белгілері бар. Сонда біз есімнің кәсір алған көрсек, мысалға Зайдин деген сияқты. Бұның есім екенін білеміз. Китабин деген сияқты. Кәсіраны көрсек, сөзде бұл есім дейміз. Бил хафд дейді соны. Бірінші белгісі хафд. Яғни бұл сөзде болса да болмаса да біз не істеп көруімізге болады. Кез келген сөзге кәсір ала ма алмай ма деп. Одан кейінгі белгісін айтқан уәт-тануини, тануиннің болуы. Тануиннің де араб тілінде түрлері көп. Жалпы оған қазір кірмейміз бастапқы деңгейде. Тануин, жалпы есімнен тануин көрсең, немесе тануинді кіргізіп көрсең, мысалы китап деген сөз тануинді қабылдай ма, қабылдамай ма? Китабун, китабин, китабан десек болады. Жалпы исім. Зайдин, зайдин, зайдан десек болады. Исім деген сияқты. Бірақ кейбір есімдер бұны қабылдамауы мүмкін. Бірақ ол есімнен шығып қалады деген сөз емес. Басқа бір дәлелдер келеді оның орнына. Енді вадухули әл-әлифи вәл-лам. Әлиф ләмнің кіруі мысалға. Китап сөзіне әлді қоссақ болады. Әл-китаб. Әл-бейт. Әл-бейт деген сияқты. Хуруфул хафд, хафдтың келуі. Бұл тек қана есімге келеді, сонда фиғылға кірмейді. Жар. Жар әріптері. Олар бізде айтады уахия мин, ва иля, ва ан, ва аля, ва фи, ва рубба, вал ба, вал каф, вал лам, ва хуруфул қасам. Және қасам да сол неге кіріп келеді, хафдқа жар етеді. Уахия қасам әріптері вау, ба, та. Оларға жеке-жеке тоқталамыз. Жалпы осылар есімнің белгілері дейді. Мысалға, валлахи десең, Алла сөзі есім екенін білеміз. Мысалға, вау келіп тұр алдында. Таллахи. Таллахи немесе биллахи деген сияқты. Мысалға, билмел ақа, қасықтың көмегімен деген сияқты. Әкәлту билмел ақа. Мысалға, әнті кәл әсәди дейтін болсам, сен тәшбih, ләміл милік, әртүрлі мағынасы бар. Осылар ненің белгі екен? Исімнің белгілері. Екінші аламат әл-аф'ал. Біріншісі мадиға тоқталған. Юғрафу бита тәнис әс-сәкина. Сукунды әйел тегін беретін кіру арқылы. Мысалға, дәраса деген фиғылға дәрасат десең, өткен шақ екенін білеміз. Және фиғыл екенін білеміз. Әкрама дегенге әкрамат десек. Кәнің кіруі, е? Енді фиғыл мұдарикші. Юғрафу бидухули әс-син. Немесе сауфа, тәсуиф, е? Ләм және жазым ететін бізде. Ләм ел'аб, сайел'аб, сауфа ел'аб деп айтсақ болады. Осының бәрі мұдарик және фиғыл екен
Hı. Осы белгілер. Ештеңе қалмады ма? Бар екен. Болды. Енді феғл әмірше белгісі Hı hı. қандай? Юрафу бидаlalatihi ala талап. Оның мағынасында талап Al. етуді береді. Hı hı. Ма қубулихи әл-яул мұхатаба әл-муаннаса. Әйел тегіндегі мысалға ишраб дейтін болсаң, İşrabi. сол иді қоса алады. Hı. Ишраби деп. Aha. Мысалға удрус удруси, әкрим әкрими. Енді аламатул харфше, харфтың дәлелі бар ма? Қала ибн Ажурум, былай деп айтты, ибн Ажурум. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Yani fi'lдің жаңа белгілері, yani ismнің белгілерін қабылдамайтын бәрін жарамайды. Оны харф дейміз. Ay. Сонда бізде айтқаны есімнің белгілерін айтып кетті, харф ненің фи'лдің белгілерін айтып кетті. Fiha. Кімді харфтың белгісін айту мұқтаж болмай қалды. Hı hı. Соларды қабылдамаған бәрі харф дейміз. Фи'лдің дәлелін қабылдамаса, исімнің дәлелін қабылдамаса харф дейміз да. Мысалға минді алайық. Мин. Hı hı. Ол әлді алмайды мысалға, тәні алмайды мысалға деген сияқты да. Hı hı. Деп айта алмайсың. Әл-мин деп айта алмайсың. Hı hı. Кәсір алмайды мысалға деген сияқты да. Well, сондай. Олар Yok. мәбни, махал жоқ. Hı. Соны айтып жатыр. Zalikalar da kirdi o da. Бұл зәлика исім. Ha, isim. Hı. Исім ишара. İsim Енді şart. тәмрин. Мәйизил исма. Біз айыр дейді. Есімді. Уәл фиғла фиғылды. Уәл харфа. Hı hı. Ма баянил фиғл мади. Мынау фиғл мади деп айтып кету керексің. Бірақ фиғл деген жеткіліксіз. Фиғл деген жеткіліксіз. Hı hı. Уәл мударик. Мынау мударик. Мынау әмір деп айтып керексің. Фиғлды. Hı hı. Зікри аламати күлли. Әрқайсының белгісін, дәлелін айтып кету керексің жаңағы. Ал. Ha. Біріншісі. Birincisi Carol kalbu. İt жүгірді. Жара деген не? Фиғл жүгіру. Фиғлдың қандай түрі? Мади. Дәлелі не? Жару. Жару болып тұр. Так, бұның ба дәлелі? Біз мына жақта не дедік? Мади. Фиғл мади. Тәнис сәкина. Сәкін. Сонда не деп айтамыз? Жару. Жарат десек болады. Жару. Жарат. Жару. Әл-кәлб. Ит жүгірді. Сонда бұл фиғл мади. Дәлелі тәні қабылдай еді. Кәлбше. Дәлелі не? Осы жердегі дәлелі. Кәлб бұл исім. Әл болып тұр, әлдің келі болып. Бұл да басқа нелерді алып келсек болады, мысалға. Тәнуин берсек болады, әлді алып тастап. Кәлбун, кәлбин деген сияқты. Басқа да дәлелдерді алады. Бұл исім. Ары қарай екі. Нам мубаккерон. Нам так. Бұл жерде фиғл. Фиғл әмрин. Дәлелі не? Бұл жерде талап болып тұр. Талап. Бір нәрсені талап етіп тұр, иә? Нені қоссақ болады бұған? Сосын жаңағы әйел дегенде қалатын болсақ та. Яны қоссақ, иә? Нәми десек болады. Мұхотаба. Мұхотабаны қоссақ болады. Мұхотаба. Мубаккеран деген не болып тұр осы жерде? Мубаккерон бұл жерде қазір исім болып тұр. Оның дәлелі? Мубаккерон, мубаккерин, мубаккерун ба? Тәнуин. Тәнуин, иә, тәнуин. Тәнуин, иә. Ары қарай. Иғсилу. Ағсилу. Ағсилу. Ядайы, қолдар. Жуып жатыр. Ағсилу. Фиғлу мудори бұл жерде. Оның дәлелі ма? Иә. Фиғл мудориктен дәлелі не? Бұл жерде оның алдына деген затты қоя алатын болғасы ма? Сауфа. Сауфа ағсилу десең болады. Ағсилу десең болады. Немесе ләм ағсил десең болады. Ләм ағсил. Ядайя. Бұл жерде исім. Дәлелі? Дәлелі бұл жерде тәнуин ба?
Тәнуин. Мысалы, ят деген сөз негізі екі қол деп тұр ғой бұл жерде. Ят. Ят. Ядун десек болады. Әл ят десек болады. Нақты. Так. Келесі ма? Иә. Намши фил хукул. Хукул. Егістік. Так. Намши. Жүру ма? Намши? Жүру. Yani maşa yemşi, nahnu nemşi. Жүру. Так, намши бұл жерде. Намши. Бұл жерде. Намши. Фиолу мудо. Фиолу. Мудорик. Fiil mudari. Fiil mudorик. Delil ne? Дәлелі бұл жерде мудориктің алдына жаңа сауфаны қоя аламыз. Saufa nemşi. Сосын Nemşi desek болады. ләм намши ба? Lem nemşi desek болады. Намши. Мына кізет болып тұрғаны фи харф. Иә. Ол ешқандай белгісі жоқ. Ала алмайды, иә. Әл хукул исім, оның белгісі әл. Әл, осы жерде әл, иә. Басқа да белгілерін бере берсек болады. Ары қарай. Аджиді. Так. Мәді оттам. Ажада деген фиғыл да бұл, ажада. Ажада деген көркем істеу да, көркем жақсы. Ажада ежиді әжид. Тамақты. Мадыға деген не? Мадыға. Шайнау. Шайнау. Тіспен шайнау ешті. Тамақты. Көркем шайнау деп отыр ма? Дұрыс шайнау. Дұрыс шайнасаң, асқазан алмайды. Сонда тағам. Аджида бұл жерде фиғыл әмір. Оның аламаты талап. Сосын? Яул мұхотаба. Аджиди. Ажада ежиду. Ажиди деп яна қоссақ болады, иә? Аджиди. Мәдоғо бұл жерде қазір мәдоғо бұл жерде исім ба? Исім, иә. Өйткені мәдоғын, мәдіғин, мәдіған десек болады. Әлғ берсек болады, әл-мәдіғ. Мәдоғо. Ат-тоама ол да исім, оның азаты енді әл тоже. Иә. Вақофар рожулун. Ражулу, иә. Тұрды. Еркек тұрды. Вақофа болу мады. Дәлелі жаңа бит тәністі қоса ма? Тәністі қоссақ болады. Вақафат. Хиндун деп қосалады. Вақафат ниса ма? Рожулу исім. Ол аламаты әл. Иә, қарағай. Так. Бұл жерде түкіне кетті. Янбахул кальбу. Үрді жатыр. Янбаху фиғылу мудори. Заты алдына сауфа қоя аламыз. Сауфа янбаху. Ләм янбах немесе. Әл кальбу исім. Оның аламасы әл. Так. Доа. Доа аль-китабу. Доа. Доа. Бұл бізде доа. Так, бұл фиғылу мады. Дәлелі доат деп аламыз. Доат деп тәніс қосыламыз. Тәніс. Сосын кітап жоғалды. Так, аль-китаб бұл исім. Аламат осы. Так, даққоти саату. Сағат жүріп тұр ма? Шырылдады деген сияқты. Шырылдады. Так, даққот. Бұл жерде фиғылу мады. Өзінің белгісі тұр. Міне тәнісі. Не үшін кәсір алды, наған қосылу үшін? Саату тұр.
А, дұрыс қой. Женский родта тұрғасын дақпыт болды да. يا ساعة جنسية. А, وفعل عملت الماضي دليل تاء تأنيث. عملت ساعة. жаңа кесірінен түскен ғой да. مم. А, так. ساعة شيء. Саа бұл жерде исім, оның ғаламасы يا болады. أرغري. Так, бұл жерде назифу. Жоқ, бұл жерде зат тұр екен ғой. Сол назиф, يعني نظف. сия, сиябак, ثيابك. сиябака. Так, бұл жерде зат фиғлу амрин, назиф يا айтып тұр. دليلنا. Оның ғаламат талап. مم. يتو المخاطب. يا المخاطبة والصفات. نظفي. نظفي مم. سيابكي болады ғой да. ثيابك. قصغى ثيابك. Я قصغى. сиабики. Назифи сиабаки да. مم. Сиабака бұл жерде зат болып тұр. Исім. مم. бұл жерде исім болғанда к деген зат қайыр домир мутасыл. يا إضافة وقتر. А, شوف өткен дәлелдерін айтайық. өткен дәлелдер не болады? Әл кірсек болады. Әс-сияб. иә. Назифи әс-сияб. Нақты киімі. يا А, так. Джатил عارف. бинту. бұл жерде джат фиолу мадин. оның ғаламасы бита тәнис тұр. تنستر يا جاءت. Иә. Аль-бинту исм. دليله. دليل ألف واللام. تأكل بنتو. бұл жерде فعل مضارع. فعل مضارع. يا فعل مضارع. دليله. оның алдына سوف تأكل деп болады. немесе لم تأكل. البنت бұл жерде исім. оның ғаламаты алифул уаллам. تزبل وردة. تزبل معناسını. تزبل ма бұл жерде? Solu ya. Gül soğuk kaldı mı sonunda? Soğuk. Sonunda. Tezbulu fi'lu mudari бұл жерде. Mudari және оның заты аламатасы біз жоқ. تزبل. المضارع سوف تزبل desek болады. ستزبل لم تزبل desek болады. Мағынасы ғой. Мағынасы келе ме бірақ? Енді солады да. سوف تزبل سوف vardı. تزبل. Так. الوردة ол اسم وعلامة ألف واللام. ينتبه حارس бұл жерде ينتبه فعل бұл жерде فعل مضارع. انتبه ينتبه يا. يا назар аудару. Так. ينتبه وعلامة سوف ينتبه. لم ينتبه مثلا. لم ينتبه desek болады. لم ينتبه. الحارس күзетші. الألف واللام اسم. علامة الألف واللام. Так. بادت دجاجة. دجاجة. tavuk. Tavuk ne istedi? Zatsel mi? Oldu mu? Yumurtkalao. Ayıptı. Anladı zaten. Ya yumurtkalao. Так. Бәдот. бұл жерде онда фиғлу мадин. оның аламатасы бита тәнис тұр соңында. Дажажа ол исім. علامة ألف واللام. Так. الباس ثيابي. ألبس ثيابي. الباس ثيابي. تشغل ثيابي.
Так, Сиаби. Так, бұл жерде альбасу Сиаби болғанда. Онда альбасу зат қой. Исім ғой. Исім ғой альбасу да. Альбасу. شوف وفعل مضارع شو مضارع قой. كينو А, لبس يلبس кин. Неге алиф анақты басқаша мынау? Алифі ол емес бұны? قرأ يسوي كنشا لبس Лабиса, иә. يلبس أنا ألبس Аха. أنا دغ أنا آكل Мен екен ғой. Сиаби киімімді. Альбасу. Иә, альбасу. Альбасу. Түсін. دليلنا صح Бұл жерде дәлелі альбасу. Сауфанту. لم ألبس اسم صح لم ألبس. سوف ألبس киімін. Сиаби. Бұл жерде اسم шығар. Бұл жерде اسم болу керек. اسم الثياب ديسكوات ثياب ديسكوات Сиаб. Bizde damirların var isim. Damirların var isim. İyi. Mesela ya bir isim. Damir. Bukul damir isim. Ara qaray. Так. Атағим. Қитток. Қитток. Qitta. Ka. Ақтен. Қитто дейін. Қитток. Masaq. Qitta. Мысық. Қитто. Несімен түсті. Атағим. Фиолу. Амрин. Аламаты. Толап. Талап тұр. Толап. Және оның зат қойға болатын ағанда. Егеді. Атағими. Ya wasaq wadir. Тамақтан. Tamaqtandır. At'imi. Тамақтандар. Тамақтандар. Qit деген не болып тұр? Қит бұл жерде исім. Дәлелі. Дәлелі бұл жерде енді алиф қойға алдына. Алифлам. Нақты бір мысық тамақтандар. Белгілі. Белгілі. Так. Деген дамир бізде барлық дамирлар исім. Барлық дамирлар исім. Кәм. Так. Бұл жерде тамахал. Бұл жерде фиссейр. тамахал фиолу амри. Аламатысы талап бар. ويتو المخاطبة تمهلي деп ya асықпа деген сияқты. Асықпа. Жай деген сияқты. Фиссейр. Жүруден. Фи деген не болып тұр сонда? Фи харф жар. Харф. Дәлелі. Ол ешқандай затқа. Ешқандай дәлел алмайды. Дәлел жоқ. Сайыр. Сайыр бұл жерде исім. Оның дәлелі аламатысы алиф уаллам. Жалпы осы сабақ тәмриндерді үйде жасаймыз. Келесі сабақта бір қараймыз. Бұйырса. Альбасу дұрыс түсінбей алдым. Жалпы осы нелерді мәтіндерді жаттаймыз. Ең басты мәтіндерді жаттаймыз. Мана Қола ибн Ажрум деген бе? Осы неде осы мәтінді жаттау керек. Сосын мына жердегі жаңа сөздер болса бәрін жаттаймыз. Әрбір үй жұмысын жасаймыз, мыналардың бәрін орындап көреміз. Одан қосымша Шейх Алиханидің сабағын тыңдаймыз, дәл осыны. Уақытты үйрету үшін араб тіліне. Осылайша сабақ аяқталады. Саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллам.